Достар, бұл бізде екінші бөлім. Мына жерге мен ақты кесіп тастап, осылай қызылды қайта жалғап қойдым. Мынадан воздушный алып, енді мына жерге кіргізіп, іліп шығарамыз. Екеуден бір қайтадан кіргіземін, екеуінен бір тағы да кіргіземін. Бір мынандай аркаға 4 рет тоқимыз, қыздар. 1, 2, 3, 4. Келесіге 1 кіргізіп іліп шығарамыз. 2, 3, 4. Дәл осылай мына арканы әрнеге 4 реттен тоқып шығамыз, қыздар. Осылай тоқып шығамыз. Келесіге кіргізіп іліп шығарамыз. Екеуден бір қайтадан кіргіземін. Екеуден бір тағы да кіргіземін. Тағы да 4 болды. Енді келесіге кіргізіп іліп шығарамыз. Тағы да кіргіземіз. Бұл өте оңай тоқылу. Екеу тағы да келесіге кіргізіп іліп шығарамыз. Екеуден бір тағы да кіргізіп іліп шығарамын. Екеуден бір келесіге әрбір арканы осылай тоқып шығамыз, қыздар. Айналдырып мына жерге келгенше тоқимыз. Мына жері тоқып атқанда осылай майысып тұрады. Бұл жер ештеңке қылмайды, қыздар. Қолмен былай тартып қойсаңыздар, түзулене қалады. Ой, майысып кетті, неғып қалды демеңіздер. Кіргізіп іліп шығарамыз. Екеуінен бір қайтадан осы жерге екінші рет кіргіздім. Тағы да үшінші рет кіргіздім. 4-ші рет. Дәл осылай, қыздар, мына жерге дейін тоқып келеміз. Міне достар, мына жерге дейін келдік. Мына жерде мына тесікке кіргізіп іліп шығарамыз. Мына крючоктағы петлядан бір воздушный аламыз. Енді әрі қарай мына әрбір тесікке осылай тоқып шығамыз, қыздар. Әрбір тесік, вообще арадан бір тесік қалмау керек мына жерде. Мына тесікке кіргізіп іліп шығарамыз. Екеуден бір. Келесі тесікке кіргізіп іліп шығарамыз. Екеуден бір. Тағы да келесіге әрбір тесікті осылай тоқып шығамыз. Сәл жақынырақ көрсетейін сіздерге. Мына тесікке кіргіземін, іліп шығарамын. Екеуден бір. Қайтадан кіргізіп іліп шығарамын. Екеуден бір. Келесі тесікке кіргізіп іліп шығарамын. Екеуінен бір. Тағы да келесіге. Екеуден бір. Келесіге. Әрбір тесікті осылай қалдырмай тоқып, тағы да мына жаққа дейін, мына бастаған жерімізге дейін айналдырып келеміз. Кіргізіп іліп шығарамын. Екеуден бір. Қайтадан кіргізіп іліп шығарамын. Екеуінен бір. Тағы да кіргіземін. Екеуінен бір. Келесіге. Екеуден бір. Екеуінен бір. Дәл осылай, қыздар, мына жақтан арадан вообще тесік қалдырмай айналдырып, мына бастаған жерімізге дейін келеміз. Соңғы қатарына да келдік. Жерге кіргізіп, соңғысына іліп шығарамыз. Осы іліп шығарған петляны крючоктағы петлядан іліп шығарып, бір воздушный аламыз да мына жіпті үземіз. Енді мына жіпті ішіне былай ары-бері кіргізіп өткізіп тастаймыз. Одан кейін уже бізде узор басталады.
мынаны күйдіріп қойсаңыздар болады. Осылай қойсаңыздар болды. Енді бізде узор басталады. Узорын мына жерде ортасынан аламыз. Мына жерде сызық болса, сол сызықтың тұсынан ала беріңіздер. Сызық жоқ болса, міне былай ортасын турана не сияқты, домашний сияқты ориентир алып, ортасын белгілеп ала бересіздер. Егер сызық болмаса. Былай қарай 1, 2, 3, 4, 5. Мына бесіншісіне тоже маркер қыстырамыз. Қараңыздар, мынау маркер тұрған тесікті санамағанда 1, 2, 3, 4 деп мына пустой тесіктен бастап санап барасыздар. Былай қарай тоже мынаны санамаймыз, қасындағысынан бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Бесіншісіне кіргіземін. Мына жібімді іліп шығарамын. Мына келте жіпті ұзын жіптің үстіне қойып, бір воздушный аламыз. Енді бір іліп, мына жерде бір тесікті тастап, келесі тесікке кіргіземіз. Мына жіпті білесіздер, крючоктың үстінде жүру керек. Сол кезде арасына қосылып, тоқылып қалып кетеді. Іліп шығардым. Бізде 3 петля. Бір іліп, үшеуінен бірге. Енді бір воздушный петля аламын. Тағы да мынаны ілемін. Мына бір тесікті тастап, келесі тесікке кіргіземін. Іліп шығарамын. Бізде тағы да 3 петля. Үшеуінен бірге. Бір воздушный петля аламын. Мына маркерді алып тастаймыз. Қайтадан іліп, бір тесікті тастап, келесі тесікке кіргізіп, іліп шығарамыз. Үшеуінен бірге. Бір воздушный петля аламыз, бір іліп, мына бір тесікті тастап, келесі тесікке тағы да. Мына келте жіпті арасына қосып тоқып жібереміз. Тура домашнийдағыдай, бірақ домашнийда бір столбик тоқимыз ғой, бұда олай емес. Бұда пол столбик, жартылай столбик. Енді мына жерге узор тоқымаймыз, бұл жерге просто крючокты кіргізіп, мына жерге крючокты кіргізіп, мынаны іліп шығарамыз. Мына крючоктағы петлядан шығарып, маркер қыстырып қоямыз. Бізде бірінші қатар дайын узорда. Енді бұлай қарай 1, 2, мына екіншісіне кіргізесіздер. Мына жіп кірген тесікті санамайсыздар, қасында 1, 2, мына екіншісіне кіргіземіз. Қаласаңыздар, үшіншісіне де кіргізуге болады, қыздар. Бір іліп, мына жерде, мына бірінші жаңағы тоқыған бар ғой, полустолбик, соның алдындағы бірінші тесікке мына жерге кіргіземіз. Сіздерге жақындатып көрсетейін. Мына жерде бір іліп алдым. Мына столбик бар ғой, жаңа тоқыған полустолбик, соның алдындағы тесікке кіргізіп, іліп шығарамын. Үшеуінен бір воздушный петля ілемін. Тағы да іліп, мына қараңыздар, мына бір полустолбиктен кейінгі мына тесікке кіргізем, үлкен тесікке. Тура домашнийдағыдай. Просто бұл жерде мынандай, мына бір воздушный петлясымен мына полустолбик, разница сода ғана. Ода 2 рет тоқсақ, бұда 1 рет тоқимыз бір тесікке. Бір іліп, тағы да ілемін, келесі кіргізіп, іліп шығарамын. Бір воздушный ілемін. Қараңыздар, мына жерде 1, 2, 3, 4 узормен басталды. Енді екіншісінде 1, 2, 3, 4, 5-еумен аяқталу керек. Өйткені әр қатарға тура домашнийдағыдай бір узор қосылып отырады. Мынаны іліп аламын, келесіге кіргізіп, іліп шығарамын. Енді бір воздушный петля іліп, одан кейін барып мына маркердегі петляны ілеміз. Маркерді алып тастамай жатып іліп алыңыздар, қыздар. Маркерден алып тастасаңыздар, қиналып қаласыздар. Бір воздушный аламыз. Екеуінен бірге. Енді мына жерде жаңа екіншісінен алдық. Енді бұл жерде де тоже 1, 2, екіншісіне кіргізіп,
іліп шығарамыз и мына крючоктағы петлядан мына жерге маркер тағы қыстырып қоямыз. Уже екінші қатар бізде. Келесіге 1, 2, 3. 1, 2. Екінші қатардан тоқисыздар. Мынаны қосып санамайсыздар, қыздар. Мынау кіріп тұр ғой, мына жіп мына жаққа кіріп тұр, мына жіп мына жерге кіріп тұр. Одан кейінгі мына 1, 2. Екінші петляға кіргіземіз и іліп шығарамыз. Мынау арасына қосылып тоқылып кетеді. Арасына қосылып тоқылу үшін крючоктың үстінде жүру керек. Мына ортадағы арка жіп. Бір ілемін, бір іліп, и міне қараңыздар, мына жерде тағы да бірінші петля тұр ғой мынау. Осының алдындағы тесікке кіргіземіз міне. Бірінші тесікке кіргізіп, іліп шығарамыз. Үшеуден бір. Қайтадан бір воздушный аламын, бір іліп, келесі тесікке кіргізіп, іліп шығарамыз. Үшеуден бір. Бір воздушный аламын, и келесі тесікке тағы да аламын. Келесі тесікке. Осылай тоқи бересіздер, қыздар, міне. Уже 1, 2, 3 қатар болды. Әр қатарда бір узор қосылып отырады ғой бізде. Бір іліп, келесіге кіргіземіз. Қайтадан бір воздушный, и бір іліп, бір воздушный аламын, и мына маркердегі петляны аламыз да, маркерді алып тастап, бір воздушный шығарамыз мына жерден. Мына жер сәл қаттылау болып қалады, мынау ше. Олай тартып. Енді тағы да 1, 2, екіншісіне. Өйткені мына жерде тоже екіншісінен бастап алдық, бір іліп шығарып, осыны крючоктағы петлядан шығарамыз. И маркер қыстырып қоямыз, болды. Дәл осылай, қыздар, қазір айтам сіздерге. Дәл осылай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 қатар тоқимыз. 12 қатар осы узорды тоқимыз, қыздар. Өйткені жоқ, қателестім, 12 емес, 10 қатар тоқимыз. Өйткені 12-ші қатар, 11, 12-ші қатар полный мынаны былай айналдыруға кетеді. Сол үшін біз 10 қатар тоқып аламыз мынадан. 1, 2, 3, тағы 7 қатар тоқимын. Одан кейін уже 11-ші қатарда полный айналдырамыз. Сол кезде тоже тағы қосылатын мынаған. Дәл қазір мен 10 қатар тоқимын мынадан. 1, 2, 3. Енді тағы 7 қатар тоқимын қазір. Тура осы узордан 7 қатар тоқимыз. Мына 1, екіншісіне кіргіземіз, іліп шығарамыз. Бір воздушный алып, бір іліп, бірінші тесікке кіргіземіз, іліп шығарамыз. Үшеуден бір. Бір воздушный аламын, қайтадан іліп, келесі тесікке, үшеуден бір. Әр полустолбик сайын бір воздушный петля алынып отырады. Бір воздушный, бір іліп, мына жерге қайтадан ілемін, кіргізіп шығарамын. Үшеуден бір. Тағы да ілемін, тағы да ілеміз. Үшеуден бір. Бір воздушный. Бір воздушный ілеміз. Енді крючоктағы петляны аламыз. Екеуден бір. Мына жерде мынау қаттылау болып тұрады ше. Енді 1, 2, екіншісіне кіргізесіздер, іліп шығарып, крючоктағы петлядан. Тағы да маркер қыстырып. Маркер қыстырып отырып тоқыңыздар. Яқты байлап жүрмеңіздер. Кейде мына жерде шатассаңыздар, сөйтуге қиын болады. Егер байлап тоқсаңыздар. Қыздар, дәл осыны 1, 2, 1, 2, 3, 4 болды. Тағы да 6 қатар тоқимын. Сіздер де дәл солай 10 қатарға дейін тоқып аласыздар. Дәл осы узорды.
Міне достар, мен 10 қатар тоқып алдым. Мына жерден 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 болды. 10 қатар тоқып алдым. Енді мына соңғысында маркердегі петляны іліп аламыз. И екеуден 1, екеуден 1 и 1 екіншісіне кіргізіп, енді мына жерде 10 қатардан кейін маркер қадамаймыз, бір воздушный петля аламыз и келесі мына тесіктен бастап осылай қайтадан айналдырып тоқимыз қыздар. Міне іліп алдым, қайтадан келесіне кіргіземін, екеуден 1, тағы да кіргіземін, екеуден 1. Жақындатып көрсетейін. Әрбір тесікке кіргізіп іліп шығарамыз, екеуінен 1, қайтадан кіргізіп іліп шығарамын, екеуінен 1, тағы да кіргіземін, іліп шығарамын, екеуден 1, кіргізіп іліп шығарамыз, тағы да кіргіземіз. Әрбір тесікті осылай тоқып шығамыз қыздар. Мына жаққа дейін тоқимыз. Кіргізіп іліп шығарамыз, екеуден 1, келесі тесікке кіргізіп іліп шығарамыз, екеуден 1, тағы да кіргізіп іліп шығарамыз, екеуден 1, келесіге екеуден 1, тағы да келесіге кіргіземіз, іліп шығарамыз, тағы да келесіге. Дәл осылай қыздар мына жаққа дейін айналдырып бұлай тоқып келеміз. Міне достар, мына жаққа дейін келдік. Соңғы қатарларды тоқимыз. И мына жерге тағы да осы узорды қайталаймыз қыздар. Мына жерден уже узорды қайталаймыз. 1 ілеміз и мына бірінші тесікке кіргізіп іліп шығарамыз. Үшеуден 1, 1 воздушный и 1 іліп, қайтадан осы жерге. Жаңа мына жерден бастап айналдырып келдім ғой. Мына жерге келгенде мына узорды қайталаймыз. 1 воздушный, 1 іліп, келесіге үшеуден 1. Тағы да үшеуден 1. Тағы да ілеміз. Үшеуден 1. 1 воздушный. Қайтадан. Соңғы тесікке. Енді мына жерге тағы да айналдырып өтеміз қыздар. Уже бізде мына жерде 11 болды, я? Бізде 11 болды. Жаңа 10 қатар еді, 11 болды. Бізде 12 қатар болу керек вообще. Енді қазір соңғы қатарды бұлай тоқимыз қыздар. Мына жерге тура осындай 3 столбикпен тоқимыз, бірақ воздушный петлясыз, я? Мына жерге кіргізіп, бірінші бекітіп аламыз. Кіргізіп бекітеміз и 1 воздушный аламыз да. Енді мынаны 1 іліп, мына тесікке кіргізіп, іліп шығарамын. Енді үшеуден 1 алам. Қайтадан ілемін, келесі тесікке кіргізіп, үшеуден 1 алам. Жаңа мен просто кіргізіп, іліп шығарып, екеуден алып шықтым ғой, мынаны айналдырып. Бұл жерде енді үш реттен алып жатырмыз, үшеуден өткізіп жатырмын. 1 іліп, кіргізіп, іліп шығарамыз. Міне 3 петля бізде, 1 іліп, үшеуінен өткізем. Қайтадан ілемін, келесі тесікке. Арадан вообще тесік қалдырмай қыздар, дәл осылай тағы да мына жерге дейін айналдырып алып келеміз. Бұл бізде соңғы қатарлар, я? Өйткені дәл осылай тоқысаңыздар, мына аяқ киім біткен кезде мына жері қатты болып, әдемі болып тұрады мына төбе жағы. 1 іліп, кіргізіп, іліп шығарамын, үшеуден 1. Тағы да ілемін, кіргіземін,
үшеуден бір. И тағы да қайтадан тағы да ілеміз. Қайтадан кіргіземін. Әр тесікке осылай тоқып шығамыз. Қайтадан іліп. Дәл осылай қыздар тағы да мына жерге дейін айналдырып келеміз, Бұлай айналдырып мына жерге дейін келеміз. Қандар, соңғы жағына келдік. Үшеуден бір. Үшеуден бір. Енді мына жерге бір іліп, бірінші мына столбиктан кейінгі мына столбиктан алдыңғы мына жаққа кіргіземіз. Бір воздушный аламыз и келесіге уже мына узорды жалғастырып кетеміз, қыздар. Мына алдындағы узорды жалғастырып кетеміз осы жерден. Бір іліп, қазір 12-ші қатар, тоқып атқаным. 10 қатармен келдік и 2 қатар айналдырдық. Сонымен общий 12 қатар болу керек. Егер үлкен размер тоқып атсаңыздар, одан да көп қып ала берсеңіздер болады. Қайтадан воздушный ілеміз, бір іліп. Тағы да бір воздушный. Қайтадан тағы да бір воздушный и мына жерге бекітеміз, қыздар. Мына жерде бір, екіншісіне кіргізіп, іліп шығарамыз и мына крючоктағы петлядан іліп, бір воздушный аламыз да, мынаны үземіз уже. Бұлай тартып шығар жерестер, или арасына кіргізіп жеріміз, мына жіпті. Арасына кіргізіп, ары-бері өткізіп жеріміз. Осылай шықты. Енді бұл бізде уже туфли дайын, қыздар. Сіздер бантик қойсаңыздар да, қоймасаңыздар да, бұл уже бір аяқ киім, Бұның енді бантигін күйдіреміз и тура домашнийдің бантигін тоқисыздар ғой. Тура сол бантикнау. Просто жібі ғана осы, қыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 бізде үлкейіп кетті, қыздар. Так, 1, 2, 3, 4. 16 қатар қысақ нормально екен. 4-еуін алып тастаймын. 1, 2, 3, 4. Кетті. 16 қатар болды. Осы нормально болады тоқылғанда. И мынаны бір іліп, мына бірінші тесікке кіргіземіз. И мына 3 петля бізде. Осы үшеуінен бірге. Қайтадан ілемін, келесі тесікке. Бантикті тоқу оңай деп ойлаймын сіздер үшін. Неге? Өйткені бұл бантик тоқу әдісі домашний, Mickey Mouse домашнийінде да көрсетілген. Мынаны іліп, келесі тесікке кіргіземіз. Іліп шығарамыз. Қайтадан ілемін, келесі тесікке кіргіземін. Іліп шығарамын. Қайтадан іліп,
мына келесіге кіргізіп, әр тесікті осылай тоқып шығамыз қыздар. Қайтадан ілемін, кіргізіп, іліп шығарамын, үшеуден бір, тағы да іліп, келесі тесікке үшеуден бір, тағы да ілемін, келесі тесікке қайтадан ілемін, тағы да қайтадан іліп, әрбір тесікті осылай тоқып шығамыз. Қайтадан ілемін, үшеуден бір, тағы да ілемін, соңғы тесікке үшеуден бір. Енді бір, екі воздушный алып, бұлай қарай тоқимыз. Енді қайтадан бұлай бір тоқимыз мына жерді. Бір ілдім. Мына жерде қыздар мына тесікке кіргізбейміз, өйткені бұл мына ненікі, мына жаңа екі алған воздушный петлямның тесігі. Бір ілеміз, келесіне кіргізіп, іліп шығарамыз, үшеуден бір. Қайтадан ілеміз, келесіне кіргіземін, үшеуден бір. Тағы да ілемін, келесіне кіргізіп, үшеуден бір. Қайтадан ілемін, үшеуден бір. Міне қыздар, дәл осылай примерно бір мынаншаға дейін тоқимыз ғой. Қазір сіздерге тоқып болған соң қатарын санап көрсетемін. Дәл осылай мына басқа келеміз. Осы жерге келгеннен кейін тағы да екі воздушный алып, бұлай қарай тоқимыз. Қайтадан мына басқа келгенде тағы екі воздушный алып, бұлай бұрып, бұлай қарай тоқимыз қыздар. Мына достар, мына жерде мен 1, 2, 3, 4, 5, 6 қатар тоқып алдым. Енді мына узормен, ақ светпен сәйкестендіріп, қазір мынаның жан-жағын ақпен айналдырып шығамыз. Жалпы мына бордовыйдан 6 қатар тоқисыздар. Мына жерде бұлай жалғаймыз. Байлап жалғасаңыздар да болады, не болмаса мынаған үзіп жалғасаңыздар да болады. Мен өзім осылай жалғаймын, мынаны кесіп тастайым. Бұл тоқылып арасына кіріп кетсе де білінбейді, ал егер байлап сосын барып күйдірсеңіздер, ол түйін болып қалады. Осылай жалғадым. Енді бір воздушный алдық. Мына бірінші бұрышына кіргіземіз. Бұл жерде мынандай узор тоқымаймыз. Просто мынаға кіргізіп, іліп шығарамыз. Екеуден бір. Қайтадан келесіге кіргізіп, іліп шығарамын. Екеуден бір. Әрбір тесікке осылай айналдырып, бұлай айналдырып шығамыз қыздар. Сол кезде мынамен бірдей болып тұрады, ақ түспен үйлесіп тұрады. Екеуден бір, келесіге кіргіземіз. Осы мына бұрылысына келген кезде, мына қырына келген кезде бір тесіктен 2 рет алсаңыздар болады. Өйткені бұлай қарай шығып алу үшін. Келесі тесікке кіргізіп, екеуден бір. Екеуден бір. Дәл осылай бұлай айналдырып, мына бұрышқа келеміз қыздар. Мына жаққа дейін тоқып бітірдік. Енді мынаны тартып алып, мына жерге ары бері өткізіп тастаймыз. Мына жерде салбырап қалып кетпеу үшін.
енді ақ жіппен орап қоямыз бұның ортасын. Сол кезде бантик болады. Мына жерін былай ұстап, мына екі ақты былай ортаға алып келсек болды. Міне осылай бантик болады. Енді мына ортасын ақ түспен ораған дұрыс. Сол кезде әдемі шығады. Мына жіппен просто былай бір-екі айналдырып ораймыз. И мына жерін байлап қойсаңыздар да болады. Бір-біріне былай. Байлап, үзіп тастаймыз. Жерін кішкене күйдіріп жібереміз, сөйтіліп кетпеу үшін. Қатты емес, жай ғана. Міне біздің бантигіміз дайын болды. Енді бұны мына жаққа былай тігіп қоямыз. Ақ түспен әдемі шығады. Ақ түспен тігесіздер, ханымдар. Басыңыз инемен ақ жіпті өткізіп аламыз. Мына жерін былай күйдіріп қойыңыздар, әйтпесе мына қараңыздар, былай мына жері нечайно былай тартылып кетсе, сөтіледі мына жерден. Бүйтіп пытырлап сөтіліп кете береді. Сол үшін басын не істесеңіздер де басын бір осылай күйдіріп қойып отырып істеңіздер, мынаны кіргізіп, мына басын байлап қоямыз. Тіккен кезде шығып кетпеу үшін. Мынаны осылай, мына жерге былай кіргізіп, енді бұл Микки Маус домашнийында да бар, тігілу әдісі. Былай тартамыз. Қайтадан астынан кіргізіп, келесіге кіргізіп, осылай бір-екі рет өткізіп, осылай бір-екі рет өткізіп, тігіп қоямыз. Мына жерін үзіп, байлап қоя саласыздар. Байлап. Кішкене күйдір жермесеңіздер, осылай бантигін тігіп қоясыздар. Осымен біздің туфлиіміз аяқталды.